Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Всем здравствуйте, мои дорогие зрители. Мен сіздермен бүгін өте оңай жасалынатын бананды шоколадты печенье рецептімен бөлісемін. Я с вами хочу делиться сегодня с очень таким легким рецептом банановое печенье с шоколадным покрытием. Ең алдымен шоколадқа осындай кішкене ғана сұйық майды қосып шамалы сұйылтып аламыз. Өйткені қазір силиконды формамызға құйған кезде ол жылтырап әдемі болып тұру үшін. Және де бұл шоколадты бір-ақ рет емес, 3 рет құю керек. 3 қабатты болу керек. Себебі бір қабатта ғана құятын болсаңыздар, ол тым жұқа болады дағыны. Силиконды формадан алатын кезде ол алынбай сынып кетеді. Алған 2 қабатында май қосудың қажеті жоқ. В первую очередь на шоколад наливаем немного подсолнечного масла, чтобы он вышел из силиконовой формы блестящим и глянцевым. И этот шоколад надо наливать 3 раза, потому что если налить только 1 раз, то он сломается из-за своей тонкости. В оставшиеся 2 слоя масла добавлять не нужно. Әр қабатына шоколад құйған сайын тоңазытқышта қатырып отырамыз. Каждый раз, когда мы наливаем шоколад на каждый слой, мы замораживаем его в холодильнике. Енді кез келген дайын печеньені алып, оған 2 банан қосамыз, және де құлпынай немесе таңқурайды да бірге қосып жіберсеңіздер болады. Теперь возьмите любое готовое печенье и добавьте к нему 2 банана, а также можно сюда добавить клубнику и малину. Қойылтылған сүт қосамыз. Банкадағы болса да бола береді. Және кішкене тағы да сүт қосамыз. Печеньені блендерден өткізген кезде тым құрғақ болып қалмас үшін. Добавляем сгущенку, можно и баночную. И добавляем еще немного молока, чтобы печенье не стало слишком сухим при взбивании. Және бұдан да дәмдірек болу үшін жаңғақ қоссаңыздар да болады. А можно добавить орехи, будет еще вкуснее. Рецептін описание бөліміне қалдырып қоямын, міндетті түрде. Рецепт я оставлю в описании обязательно. Блендерлеген кезде блендерді тым қинамаңыз, шамалы демалдырып барып қосыңыз. Өйткені ішіндегі заттары көп болғандықтан ол бірден айналдыруға күші жетпей күйіп кетеді. При смешивании не напрягайте блендер слишком сильно, дайте ему немного отдохнуть, потому что в нем много ингредиентов, и он сразу же сгорит. Осындай кішкене қолға жабысатындай қамыр шығуы керек. Енді осыны бірден формамызға салып шығамыз. Қаласаңыздар ортасына кез келген жеміс пюресі немесе джем, варенка салуға болады. Балалар үшін таптырмайтын үй жағдайындағы дәмді печенье дайындап көріңіз. Тесто должно выйти таким, чтобы оно немного липло к руке. Теперь мы его сразу переложим в нашу форму. По желанию в серединку можно положить любое фруктовое пюре, джем или варенку. Вкусное домашнее печенье, которое незаменимо для детей. Попробуйте приготовить его. Формаға салынған печеньені тағы да тоңазытқышқа 15 минут салып алған соң, астыңғы бөлігіне шоколад құямыз. Положив печенье в форме еще раз в холодильник на 15 минут, на дно покрываем еще раз шоколадом. Толықтай қатқан печеньені формадан алып, бетін қалағаныңызша сәндейсіз. Достаньте полностью застывшее печенье из формы и украсьте поверхность по своему вкусу. Енді қазір ортасын кесіп көрсетемін. Видеом ұнаған болса пікір қалдырып, каналға тіркеле кетіңіз. Сейчас я покажу вам середину. Если вам понравилось мое видео, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. Баршаңызға сәтті күн болсын. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. Всем хорошего дня. Будьте здоровы. До следующего видео.